Қызық бір аналогия айтып берейін ба? Физикада сұйықтық, газ және қатты дене деп әлемнің үш күйін көрсетеді. Осы үш күйдің арасындағы газдар табиғатта өте көп кездеседі және олар алуан түрлі. Осы газдарды ғалымдар бір-бірімен салыстырып зерттейін десе, олардың ақпараты өте көп болып кетеді. Өйткені ол газдар көп өзгеріп тұрады, көзге көрінбейді, әртүрлі түрлері бар. Қайсысы ең басты газ екені белгісіз. Сондықтан ғалымдар сол газдарды зерттеу үшін идеальный газ деген нәрсені ойлап тапқан. Бұл идеальный газ шын өмірде жоқ, бірақ бұл идеальный газды константа әрі модель ретінде қолданады. Осы идеальный газға қарағанда мына газ қалай өзгереді, мына идеальный газға қарағандағы азот қалай қимылдайды деп табиғатта кездесетін газдарға сипаттама береді, сол газдардың формуласын анықтайды, сол газдарға осы табиғатта бір орын береді. Енді бір қызықта, бүкіл миллиардтаған адамдардың өмірінің идеальный газы пайғамбарымыз саллаллаху өмірі ғой. Омар радиаллаху анху былай айтқан ғой, қайтыс болып кетпей жатып өз-өзіңе есеп бер. Ал біз есепті қалай беруіміз керек? Күнделікті не жасағанымызды жазып отыруымыз керек па? Әлде күнделікті қандай күнә жасағанымызды жазып отыруымыз керек па? Жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху өмірінен қаншалықты біз ауытқып кеттік. Пайғамбарымыз саллаллаху бізге көрсеткен нәрселерден қаншалықты біз дұрыс жасадық немесе бұрыс жасадық деп өз-өзімізге есеп беруіміз керек. Және біз осы пайғамбарымыз саллаллаху өмірінен қаншалықты ауытқып тұрмыз, соған қарай бұл дүниеде жауап береміз. Қызық,